Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 6-шы сыныптың алғашқы тақырыбы қатынас және пропорция деген тақырыпты назарларыңызға ұсынамын. Жалпы шамалар, сандар болсын, айырмасы бойынша және бөліндісі бойынша салыстырылады. Екі санның бөліндісі сол сандардың қатынасы деп аталады. Енді әріптерін жазатын болсақ, А санның Б санына қатынасын қалай жазамыз? А санның Б санына қатынасын былай жазамыз, немесе А-ның Б-ға қатынасы деп былай жазылады. Енді А Б-дан үлкен шама болған кезде мына қатынас қандай мағынаны береді? Соған тоқталайық. А-мыз үлкен Б-дан болған жағдайда мына қатынас қандай мағына береді? А-ның Б-дан қанша есе артық дегенді білдіреді. А кіші Б-дан болған жағдайда мына қатынастар қандай мағына береді? А саны Б-ның қанша бөлігі құрайды? Қанша бөлігін құрайды? Соны білдіреді. Яғни шатастырмаймыз. Яғни А бізде, қатынаста А бізде алдыңғы мүше, Б бізде соңғы мүше болып табылады. Алдыңғы мүшесі соңғы мүшесінен үлкен болған жағдайда бұл қатынас бізде А-ның Б-дан қанша есе артық екендігін көрсетеді. Керісінше, алдыңғы мүшесі соңғы мүшесінен кіші болған жағдайда онда А саны Б санының қанша бөлігін құрайды? Соны көрсететін болады. Осы жерде тағы бір айтып кететін ұғым кері қатынас деген ұғым бар. Кері қатынас дегеніміз алдыңғы мүше мен соңғы мүшесінің орнын ауыстырғанда біз кері қатынасты аламыз. Яғни кері қатынас дейін тұрмыз Б-ның А-ға қатынасы. Яғни соңғы мүшесі мен алдыңғы мүшесінің орнын алмастырса, біз кері қатынасты аламыз. Енді осы тақырыпқа мысалдар қарастырайық, біраз мысалдар. Мына есептер қатынастарды алдым. Бұл есептердің барлығы сіздердің оқулықтарыңыздан алынып жатыр. 24-ні 15-ге қатынасын қалай жазамыз? Яғни қысқартуға болатын болса, қысқартамыз. Яғни алдыңғы мүше мен соңғы мүше бір санға қысқаратын болса, оны қысқартуға болады. 15 пен 24 қаншаға қысқарады? 3-ке қысқарады. Солай ма? 3-ке қысқарады. 5, мына жерде 8. Яғни 24-дің 15-ге қатынасы 8-дің 5-ке қатынасы екен. Бұған кері қатынас қалай жазылады? Кері қатынас қалай жазылады? Бұл бізде 5-дің 8-ге қатынасы болады. Енді 21-дің 49-ға қатынасы. Ол бізде 7-ге қысқарады, 3-дің 7-ге қатынасын береді. Кері қатынасы қалай болады? 7-ның 3-ге қатынасын береді. Немесе қалай жазуға болады? 7-ның 3-ге қатынасы деп жазуға болады. 99-ның 12-ге қатынасы. Ортақ бөлгіш қандай? 3 солай ма? 3-ге қысқарады. Мына жерде 33, мына жерде 4 болады. 33-дің 4-ке қатынасын береді. 99-ның 12-ге қатынасы. Кері қатынасы неше болады? 4-дің 33-ке қатынасын береді. Келесі мысал, бізге қатынас берілген. А-ның Б-ға қатынасы 3-ке тең. Б, яғни соңғы мүшесі 7-ге тең, алдыңғы мүшесін табыңдар деген. Қалай табамыз? Орнына қоямыз. А-ның 7-ге қатынасы тең 3-ке. Осы жерде біз А-ны қалай табамыз? А-ны табамыз, яғни 7-ні, яғни белгілі нәрсе ғой, белгісізді сол жағында алып қаламыз да, белгілі нәрсені оң жағына шығарамыз. Яғни 3, 7 көбейтіп алмауымен шығады оң жағын. Солай ма? Бұл жерден шығады А қаншаға тең? А тең 21-ге.
келесі екінші мысалда а мен б-ның қатынасы 2-ге тең, а саны 8-ге тең. Б, яғни соңғы мүшесін табыңдар дейді. Орындарына қоямыз. 8-дің в-ға қатынасы 2-ге тең. Бұдан шығады. В-ны табу үшін не істейміз? Көшіреміз, жинаймыз. Белгілерді сол жаққа, белгілерді оң жаққа жинаймыз. Не болады сонда? В тең болады 8 бөлінген 2 тең болады 4-ге. Мінекей, осылай табамыз. Мінекей достар, бүгін мен сіздерге тек қана қатынас ұғымын ғана тоқталдым. Пропорцияны келесі сабаққа қалдырамыз, өйткені сіздер осы қатынасты бірінші кішкене қорытып алдыңыздар. Келесі сабақ осы қатынас тақырыбына есептер арнаймын. Сол есептермен кішкене жұмыс жасаймыз. Солай қатынас ұғымын кішкене түсініп, білісіп алайық. Содан кейін келесі жаңа тақырыпты біз арнайы тек қана пропорцияға арнаймыз. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, ұнайды деген батырманы басуды ұмытпаймыз.